движение. Где ты видел, что в боссе брали выходной? Нахуй твое общение, если твое общение. Нахуй сообщение, если твое общение. Гамарджова, біз Грузиядамыз. Эфирде таң атып баласы YouTube арнасы. Кеттік. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get to work in that back. Come shit that thing, feel work that thing. Let me see it go up and down. Rotate that thing, I wanna touch that thing. We can make it go round and round. Көліктердің жүрегі автопапаға келіп жатырық. Енді осы видеода жалпы көлікті қалай аламыз, қалай тексереміз, одан кейін құжаттарын қалай рәсімдейміз, шекаралардан қалай өтеміз, соның барлығын түсіретін боламыз. Сондықтан да артынан алыстамаңыздар. Лайк, комментарий алдын ала басып қойыңыздар. Будет жарко. Кеттік. Toyota Camry'лер. Так, 2.5 объем, 17 жылғы, 17.500 мың состояние бұлай. Очень детально түсірмеймін, просто бағаларын көрсететін өтканым ол. Так, 2.5 объем, 19 жылғы, 20.500. 19 жылғы, 2.5, 19.800. Бағалар примерно Camry'ге осындай жіктер. 19,5 тоже. 19 жылғы. Мына цвет әдемі екен жалпы. Вау, мына аппаратты қараңдар жіктер. То, что маған керек нәрсе ғой. Так, мына 11 жылғы екен. 16.500 сұрап. Кішкенді топчик базар. Жаңа туына автопападан кеттік жаяу бері қарай. Мына мосттың үстінен өтіп мына базарға келіп жатыр. Чо, Бека, қалайсың? Жаңбыр плотно жауып тұр, короче. Дегенмен де тоқтамаймыз. Іздей береміз жәлеп. Так, более бюджетный вариантқа барайық онда. Қаяқта, маяқта ғой яғын. О дейтін біздің Ақтаудың базарынан сәл үлкен екен. Кешіріп қойыңыздар енді, кейде сондай прикол айтып тұрады анда-санда. Өтпейтін. Но Elantra, limited комплектация. Ну такое бодрое состояние тут. Так, еще кожа. Мультируль, короче, все дела деп тұр. Люк жоқ екен. Қазір звондап сөйлесіп қарайтын боламыз енді. Хозяйне соқтық, енді бұйыртса ар жақта 5-ші секторде айтады дейді, чо почем қалай екен. Жалпы бүгін базарды аралап, в общем, бүгін мәшін бұйырған жоқ. Базар жабылды. Қуып шығарып жатыр ғой, в общем, кетіңдер. Бұйыртса ертең тағы қарайтын боламыз. Ассалаумалейкум баршаңызға. Жалпы кеше бір мәшін көріп кеттік, Elantran'да. Сендерге көрсетіп өтейін. Кешеге қараған Elantran 14 жылғы. Пин-код бойынша тек қана мына жерде азғантай повреждение болған. Ол вообще критично емес, бәрі нормально. Енді бұйыртса, егер қазір техникалық байқауға салатын боламыз, егер барлығы нормально болса, осы көлікті бұйыртуға тура келіп тұр, аманшылық болса. Алло, Азат Гамарджова. Davithi var Kavkasiyas автомаркетдан керекавთ. Elantra შემოიყვანეთ, ხო თქვენ შავი ჩვენთან. Мына жалпы кілтін алдық. Ішін қарайтын боламыз, мына ішін қыздырып. Так, салоны. Мынақта азғантай партак бар, ничего. Кожасы вообще приятный, қатты. Так, бүткіл приборлар жанды. Пробег 115 мың. Пробег кеткен екен.
Мана Hyundai Elantra'ны оформление жасап жатыр. Мына жігіттер келіп хозяиндар екен. Бағасы $6,600 шығып тұр. Жалпы өз бағасы 7,5 болып тұрады. Сондайға келісіп жатыр. Ендігі мәселе жалпы процесс порядығы қалай өтеді. Мысалға мына тұрған машиндердің барлығы любойын таңдайсыз. Содан кейін мына секторлер бар. Бірінші сектор, екінші сектор деген сияқты. Екінші сектордың қасына барасыз да, сол жақта менеджерлер жүреді. Айтасыз, маған машинді көрсетіп беріңізші деген сияқты. Ол келеді, ашады, барлығын тексереді. Екеуіңіз там совместно да. Егер уже өзіңе ұнап тұрса, хозяйны сен көзіңше соғады, я болмаса өзіңіз телефон соғасыз, айтасыз, осылай мен машинаңызды ұнатып тұрмын. Давай, қаншаға бересің деген сияқты да. Даже надо будет мына жерде жақын арада нелер бар, эстакадалар бар жаңағыдай. Көтеріп астын тексертіп аламын дейтін болсаңыздар да. Егер машин бәрі нормально болатын болса, документтерін алады менеджер. Одан кейін не мына жаққа келесіңдер. Мына жақта түгел вин-код, анау барлығын тексереді. Одан кейін дальше арғы жағында көріп тұрсаңыздар, автомаркет деп тұр, соның ішінде бүткіл оформлениесі өтетін болады. Тексеру процесс басталып кетті. Номер кузова анау тексеріп жатыр. Жаңа мына осмотрдан өткеннен кейін, жалпы сверкіден өткеннен кейін, мына айтып отқанымыз мына жерге реэкспортқа ақша төлейді. В общем сложности жалпы $100 болу керек. Одан кейін жаққа оформлениеге келесіз. Болды сонымен машинді айдап шығып кете бересіз ғой. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Мына Hyundai Elantra'ны оформление жасадық, транзитный номерлер тағып алдық. Енді одан бөлек жалпы обеспечение дейтін қағаз керек болады. Ол неге дейтін болсаңыздар, ертең Российская Федерация, яғни Ресейдің үстімен өтетін кезде олар сондай бір қағаз сұрайды, короче, былай айтқанда. Обеспечение дейтін. Ол обеспечениені жасау үшін осы жақта қазақ бауырларымыз бар екен, осы автопапаның басында жұмыс жасап жатыр, жігіттер қозғалып. Солар жасап беріп жатыр, тоже определенный суммасына. Ол да легально абсолютно барлығы дұрыс жасалып жатыр. Ертең күні таможнеден проблема болмайтындай да. Сол шаруалардың барлығын бітіріп, енді қағаздарын күтіп отырып. Одан кейін тағы бір проблема бар. Жалпы граница Верхний Ларста жол жауық тұр дейді. Себебі қар жауып тастаған, короче, тазалап жатыр, анау. Енді қашан ашатынын білмей жатырмық. Жалпы біздер Тбилисиден жолға шыққан болатынбыз. Граница жауық тұр дейді. Уже деген түн болды. Әлі отырып машинада. Жалап, әңгіме айтып қойып, ужин ішіп келдік енді. Пока тишина, жол жабық тұр. Айнадағы адамдардың барлығы сол өздерінің көліктеріне қонып жатыр. Бізде сөйтінде отырық, себебі төмен қарай енді Тбилиси алмаса басқа жерге кеткіміз келіп отқан жоқ. Таңертең ашады деген информация бар. Бірақ ол енді достоверный емес, дегенмен де соған сенгіміз келіп отыр. Егер ашса, сразу осы жақтан қозғалып кете беретін да. Қардың барлығы тазалаған деген сыбыс бар. Бірақ одан да бөлек тағы басқа фактор бар дейді. Оны қазір қасында Бәка түсіндіріп өтеді, не жөнінде екен. Айтшы, Бәка, не болып тұр тағы? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сағат кешкі 10. Тбилисиден бір 50 километрдей өттік, содан тоқтадық. Таудың жолы жабық тұр. Оған себеп күн жылы болғаннан жоғарыда қар еріп, лавина болып түсіп отыр екен төменге қарай. Сондықтан техника тазалап отыр. Гудаури дейтін жер бар, курортный жер. Содан ары қарай лавиналар болып отыр. Жолға шығу опасно. Сондықтан любой техника, үлкен машин болсын, кішкентай машин болсын, бәрі тоқтап тұр. Бұйырса таңертең жібереді деп жатыр. Құдай біледі, көреміз. Жібереді деп жатқанға сенің келіп тұр дейсіз, короче. Үйге бару керек 8 март дегенде. 8 март сен уже ұмыттасың. Енді қыздар, келіншектеріңіз ренжімейсіздер, көріп отырсыңдар ғой. Атак өте қатты барғымыз келіп еді деп қояды деді ғой. 8 мартқа үлгеріп. Уже таң атып күн шығып кетті. Ожиданиеде жатыр әлі. Сондай тема, короче. Обед чего? Обедке не бізде бүгін. Латвийская скумбрия. Вообще. В томате. Базар жоқ. В общем, солай. Тамақ жоқ, жалап. Жалпы в ожидании деп отыр.
Бәрі нормально, отлично, уайымдамаңыздар. Жазып жатыр там 3 подписчигім. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма, амансыңдар ма деген сияқты. Короче, біздер деген Телеграмда Верхний Ларс дейтін не бар? Сообщество бар, содан жалпы мониторить етіп отырдық. Жол қашан ашылады екен деп. Сосын ол дорога вот-вот откроется деп жазды да, короче. И мен айтамын, қасымдағы жігітке, давай қыздырып қойшы машинаны на всякий случай деп. И ол машинаны қыздырып қояды да. Қыздырғаннан сразу уже дорога открылась деді ғой. И мынандай кипиш басталып кеткен ғой сразу тек. Жесткий кипиш болып жатыр ғой мына жерде. Біздер енді Семерканы қарашы ана. Бля. Семерканы қара қалай кіреді. Ана дагестанский тойларда жүрген семерка сияқты. Соғып па, соғып. Геликтің артынан қыстырылса оны. Базар жоқ болды, бірақ не де болса. Біз вовремя шығып кеттік қой. Себебі үлкен мынандай не бар да? Парковка сияқты. Біз ту артында тұр едік қой. Сосын жалап ешкімге айтпай шығып кеттік та жолға. Жолға шығып едік, бәрі информация қарап отыр екен, оказывается. Жолды сразу забить етіп тастады ғой. Енді көреміз қалай болатынын. Бүгін жалпы шығып кету керек, бұйыртса аманшылық болса. Ах, семерка. Пока енді мынандай возможность. Короче, мынандай вот. Болды, сен өттің ғой, нормально. Бүйтіп мен вообще бар ғой, қуанбағалы қай заман, ой, кәдімгі жол ашылғанда дерзкий болып тұр ғой. Жалпы мынау старая военная дорога деп аталады. Кезінде техниканы переброс жасаған осы жолдармен. Біздер енді кішігірім нарушать етіп жатыр дегенмен де. Гудаури дейтін елді мекенге келіп жатыр. Жалпы бұл курортный мекен болып есептеледі. Қазір сендерге көрсететін болам. Қараңыздар. Мынаның барлығы отельдер, гостиницалар. Бұл енді шаңғы тебетін жер ғой, былай айтқанда. Жолдар онша емес екен. Жолдары жыртылып жатыр ма? Бірақ Ганюшканың жолынан жақсы айтшы. Пушка болып тұр ғой жол деген. Ұнап жатыр екен. Себебі жүрген сайын таудың табиғаты ашылып жатыр да. Сөз жоқ, только эмоции дей ма? Дәл солай болды. Казбегеге жақындап жатыр. Бүгінгі таңдағы аты Степан Цмида. Вообще керемет. Тауды вообще қараңыздаршы, ё-мо-ё болды тұр мынада. Міне жақындап келе жатыр, көрініп тұр барлығы. Уже қараңғы түсіп кетті дала дегенмен де. Манадан бері кезекте тұрып жақындадық. Көліктердің барлығына терминалдардан өтеді. Ал біздер міне мына жақтан отдельно өтіп барадық. Все болды, границаны өтіп алдық. Проблем жоқ, ешқандай. Вообще ұстамайды, паспортын көрсетесің. Бетіңе бір қарайды, паспортын бір қарайды. Печать соғып жібереді тап. Басты российский границаға жақындап қалдық. Мана граница кіргеннен кейін сразу бізді оң жаққа барсын деді, себебі біздікі транзитный номер болғасын. Осы жақта жалпы қазір осмотр өтеміз, одан кейін СВХ-ға барамыз деп отыр. Жалпы пока осындай картинка. 12 терминалдың жетеуі істеп тұр ғой. И күтіп отырып, мына жерде еще пересменка болды. Асықпай шай тамағын ішіп оларды ауысты, короче. Сонымен жақындап қалдық осы. Мынау манағы осмотр жасаған жер. Бізді жалпы тексеріп алды. Артымызда багаждағы заттардың барлығын көрсеттік, бірақ салонды қараған жоқ. Таможниден шығып кеттік, енді СВХ жаққа баратырық. Жаңа бүткіл документтердің барлығын алып қалдық дейді, машинның. Тек қана паспорт пен техпаспортты беріп жіберді.
біздер жалпы СВХ-ға келген болатынбыз мына сағат 21:50-де. 21:50-де келген кезде бізге айтқан болатын 3 сағаттан кейін дайын болады документтеріңіз, яғни манағы обеспечение қағаз. Енді сағатқа данный момент 1:30. Дәл сол СВХ-ның ішінде оң жақ қапталында, егер көрініп тұрса, мына көк контейнердің ішінде дайын болған документті береді деді. Біз сол жаққа барып номерімізді қарадық. Номерімізде данный момент мынандай список бар, короче, типа Грузия деп тұрады. Сол жерде дайын болады деді, в общем, документтерді. Барып қарасам, уже 1:30 сағат өтіп кетті. Документ әлі дайын емес. Күтіп отырық, в общем, сондай хабар. Жалпы тағы бір айта өтетін жайт, егер сендер Грузиядан обеспечение жасатқан болатын болсаңдар, сол кезде ескертті бізге, жаңа при въезде СВХ-ға кірген кезде қолдарыңызға талон береді. Сол талонды суретке түсіріп, сол Грузиядағы жасатқан жігіттер соларға лақтырып жібересіңдер SMS-пен. Олар, короче, уже дальше шаруаны қозғайды да бер жаққа. Ну, короче, схема. Бірақ бәрі легально. Ну, сондай тема, в общем. Барлығы осылай келіп жатыр. Обязательно егер транзитпен жүретін болсаңдар, дәл осындай тема болады мына жерде. Енді күтіп отырық. Егер хабар болса, міндетті түрде қазір айтамыз. Так, жалпы біздер енді СВХ-дан шығып кеттік. 4 сағатта документіміз дайын болды. Енді қазір заправка келіп жатыр. Полный бак заправка жасап аламыз. Сосын дальше түнімен Астраханға дейін жетіп аламыз. Сол жерде тағы бір граница бар. Россияның шығып кетуіміз керек. Қазақстанға кіреміз бұйыртса. Жалпы одан бөлек жолда Чечня, Дагестан, Калмыкия деген сияқты елдердің үстінен өтеміз. И болды дальше Астрахань. Жалпы мынандай документ беріп жібереді. Мына документ Грузияда жасалады. Одан кейін осындай сейф пакет беріп жібереді. Бұл сейф пакет жаңа Россияда дайын болған сейф пакет, короче, Россия федеральная таможенная служба. Бұл сейф пакетті жалпы ешкім ашпау керек. Брокердің қолына ертең Ақтауға барғасын, мысалы, брокердің қолына тапсырамыз, сол ғана ашады бұл сейф пакетті. Жалпы ешкімге жолда аштыруға болмайды деді бізге. Егер аштыратын болса, жоқ, мен ашам туда-сюда дейтін болса, то есть уже ол кезде видеофиксация барлығы жасап алың деп бізге айтқан болатын. Ашпайтын шығар деген ойдамыз. Жалпы Россия бойынша ешқандай страховка жасаған жоқпыз. На свой риск и страх шығып баратыр, көреміз қалай болатын. Отстань, я не бизнесмен, отстань, я не джентльмен, отстань, я не бизнесмен, отстань, я не джентльмен. Не ангми, не ангми, не ангми, не ангми. Mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake that ass, girl. Так, бізді уже нешінші гаишник тоқтатып атқан, даже санап атқан жоқ. Так, Қызылжардың бойына келіп қалдық. Что-то күтіп тұрып, очередьте күтіп тұрып, қарап, былай қарап. Неге жібермей жатыр екен деп, жалпы мынандай мосттар болатын еді ғой. Сол мосттың үстімен плавучий мост қой, былай айтқанда. Ар жағына шығып кететін едік. Мына что-то құрылмаған ба бірдеңе. Походу күтумен болып кетті ғой біздің тема. Кеше түнімен күттік. Енді тағы күту керек болып тұр, короче. Енді міне Қазақстанның границасына жеттік па дегенде ғой. Мына суды аттау керек болып тұр ғой, қалай болғанда. Буксирмен сүйреп жатыр. Да, так, на видео снимаю для себя. А вы здесь проживаете? Да. А как вас звать? Александр. Александр. Очень На приятно. видео снимаете? Да, да. А это вообще мост не собирается?
строить мост. Да? Мост вообще болмайды деп тұр ғой. Қолын бір сілтеді ғой. Следующий поток, братишка. Неше машина болады? Жалпы 13 машина санадым шыққан. Бортовойлары бар, анау бар. Адамдар бар, Адамдар бар. Біз келесі потоктың етеміз кетсе. Біз дегенде бәрі қиын болып кетті ғой. Иә. Понтонный мост жасамайды. Бір поездкінің ішінде қарайған зат көрдік па? Бәрі болды ғой. Бәрі болды. Түндегі тұманда болды. Ой, түнде вообще видимость нулевая болды. Казахская, российская граница. Жеттік ау әйтеуір. Жақындап келе жатыр. Сонымен орыс елінің границасына өтіп кеттік. Жалпы ештеңе тексерген жоқ. Тек есіктерді ашып былай қарады да, давай жолдарың болсын деп. Енді міне нейтральный жолда кетіп жатыр. Қазір енді Қазақстанның границасына өтеміз. Бұйыртса, сосын ар жақтың енді ауасы бөлек шығар деп отыр екен машина болса. Қалай бәке? Настроение, ощущение. Не көрген жоқпыз, бәрі сразу бірінші поездкіде бәрі болды. Ничего, зато басы қатты болса арты тәтті болады дейді ғой. Ол деген өмір деген солай. Осылай сынайды адам. Шыдайсың ба, сен шыдамайсың ба деген сияқты. Біздің ғазекеңдер не қыл дейді екен? Стоп дейді. Жалпы видеоға түсіру болмайды, дегенмен де жайлап түсіріп жатырық. Шекарадан Грузиядағы ғой ең мықты. Вообще семей. Вообще негатив жоқ, тарс-тарс, тез-тез, быстро-быстро өткізіп жібереді, короче. Россияныкіне келсең, как будто бір білмеймін. Өзіңдігін әлі сезінесің ғой, былай действительно айтқанда да. Хотя полный прав болсаң да. Әлі общетін жарып қойын. Сонымен Қазақстанға кіріп алдық. Жалпы шекарада ешқандай проблема болған жоқ, ешқандай кептеліс жоқ. Тез-тез өтіп кеттік. Ендігі мәселе жалпы видео соңына тамамдады. Бұл көлікті енді толықтау рәсімдеу процесін сендерге қызық болса салайын ба, салмайын ба, сол жағын айта өтсеңіздер комментарияға. А так бұл видео пайдалы болды деп өзім ойлаймын. Сондықтан да егер осындай тағы да контент күтетін болсаңыздар, каналға жазылыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, пікір қалдырыңыздар осы видео бойынша. Все, назарларыңызда болған таң атпаласы YouTube арнасы баршаңызға рахмет.